Технологиялар әлеміндегі ең соңғы жаңалықтармен таныстырып баруды давам етеміз. Японияда адам бетіндегі кемшілікті жасыратуын спрей ойлап табылды. Ислеп шығарушылар терідегі кемшіліктерді жасыратуын екінші тері деп аталған жаңа инновациялық технология түрін жаратты. Ол теріге себілген уақытта терінің сыртқы мембранасына жабысып, кіші талшықты пайда етеді. Хам адам терісіне ұқсаған қабат пайда етеді. Адам терісінің өлшеміне бейімесе алады. Хам терінің har қандай кемшілігін жауып қояды. Хатте бұл жасалма теріні созуға да болады. Ол хауа хам ығал өткер алады. Ислеп шығарушылардың айтуынша жасалма тері жәрдемімен терінің күйген орыларын уақытынша жасырып қоюға да болады. Сондай-ақ ол арқылы беттегі қал менен тыртықларды да жасыруға болады. Дене шынығуларын ислеуге арналған арнаулы жаңа аяқ киім түрімен танысың. Спорт ықыласпентлері үшін IOFIT деп аталған ақылы аяқ киім түрі ислеп шығарылды. Оның тикарға артықмашылығы спортшы кроссовканы киіп жүргенінде тұтынушының адымлары құрылма тарифінен өлшенеді. Сондай-ақ спортшының харекет барысындағы дене тең салмақтылығы анализ қылынады. Бұл болса спорт тренерлеріне үлкен жәрдем береді. Ал оның қуатланған батареясы кроссовканы 10 күнге шекем қуатпенен тәминлейді. Технологияның жаңа имканияты ауқат пісіруші құрылмаларда да пайда болмақта. Бұның айқын дәлелі ретінде әр түрлі тағамларды өзі таярлаушы құрылманы атап өту орынды. Ол заманауи ақылы ауқат пісіру системасымен тәминленген. Оның жәрдемінде тауық, қарамал көші, балық һәм тағы басқа ауқатларды пісіруге болады. Пайдаланушы осылардың ішінен қайсы тағамды пісіретұғын болса, тағамның түрін арнаулы рецепттен таңлап қою керек. Мысалы, пайдаланушы қандай да бір ауқатты таңласа, құрылма жәрдемінде оны пісіріп береді. Құрылманың бағдарламасында температураны һәм жанып атырған көмірді бақылайтын арнаулы датчиклері бар. Осы арқылы көшті тағамларды бір тегіс пісіреді. Англияда саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыруге арналған һәм дұрыс ауқатлану үшін арналған жаңа технология түрі жаратылмақта. Тәсілебінде пайдаланушы медициналық орайға барып 1 сағат анализ тапсырады. Соң медициналық анализдің электрон мағлұматларын ақылы білезікке орнатады. Пайдаланушы білезік жәрдемінде дүкандағы сатып алатын товарды һәм штрих-кодты сканерлейді. Кейін құрылма иесінің жағдайын анализлейді. Мысалы, тұтынушы көп тұзлы яки басқа ауқатты жеуге болмайтұғын болса, білезікте қызыл шырағы жанып, товарды сатып алмауға кеңес береді. Егер жеу ұсыныс етілсе, жасыл жанып, сатып алуға болатұғылы хақында хабарландырады. Сондай-ақ ақылы білезік пайдаланушыға дұрыс ауқатлану бойынша бір қатар маслихатлар береді. Римде өткерілген жоғары технологиялар көргізбесінде роботлар бір-біріменен футбол ойнады. Жойбар авторларының басты мақсаты келешекте осы роботларды жетілдіріп, адамлар менен футбол ойнау болып табылады. Римдегі Ла Сапиенс университетінің профессоры Даниэла Нади тарапынан бұл роботларға жасалма интеллект бағдарламасы орнатылған. Ол үшін дәсілебінде футбол майданының математикалық моделі ислеп шығылған. Соң камералар арқылы қарсы ойнап атырған робот тарифке әрекетленеді. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Әлбетте оны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтіңіз.